мысалы мынадай сурет тұр екен. Мынадай сурет тұр екен. Потом бұл суретті негізі тилда архив қоймас бұрын біз жаңағы tiny.png дегенге саламыз. Tiny.png дегенге салып, осы жаққа қойыңыз. Tiny.png не үшін саламыз? Бұл без потери качества жаңағы суреттің памятін азайтады да. Яғни біздің сайтымыздың памяты қаншалықты аз болса, соншалықты тез ашылады. Ал егер сайттың памяты өте көп болса, ол өте ұзақ ашылады да. Мысалы қазір шейтті қойдым да жаңағы суретті әкеліп қойдым. Ойнан. Енді мен именно шейтті қойдым, потом тағы да бір шейтті әкелдім, және бұның түсін қара етіп қойдым. Қара еттім, потом астын жаққа өттім да, көріну деңгейін, именно осы қара шейттің көріну деңгейін азайттым бір 50, 60, 70 дегенге дейін. 70 дегенге дейін азайттым. Енді мен мына layers деген жаққа барамын да, мына екеуін жаңағы қара шейппен жаңа мен әкелген суретті өшіре тұрам. Одан кейін жасайтын нәрсем, мысалы мына жерге логотип қоя саламыз. Жаңа Еврохаустың логотипін қоя саламыз деген сияқты ғой. Атырау Инстаграм. Так, қайсы? Мынау басқа ма? Осы ма? Осы. Мысалы мына логотипін осы жақтан көшіріп әкеле салдым. Потом мына жаққа барып қарасақ, бұның логотипінің артында не тұр? Жаңағы ақ түс тұр. Бұны енді жаңағы плагинс деген жаққа барамыз. Мышка оң жағын басып, плагинс деген жаққа барамыз да, icon 8 background remove деген бар. Осыны басамыз. Осыны басып, жаңағы арттағы несін алып тастаймыз. Арттағы фонын алып тастаймыз. И потом қазір мысалы контролды басып тұрып, мына керек емес жерлерін алып тастаймыз. Контрол басып тұрып, мына бос пустой жатқан жерлерін мына жеріне дейін әкеліп апарып тастаймыз. Потом бұны PNG етіп сақтаймыз, себебі бұның артқы фоны болмау керек. PNG етіп сақтаймыз. Бұны қайттан енді жаңағы tiny.png деген сайтқа апарамыз. Потом осы жақтағы памяты азайған суретті жүктеп аламыз. Осы суретті біз мына жаққа тилдаға әкеліп қоямыз. Tiny.png дейтін бар ғой. Иә. Нема ол платный ма? Жоқ, бесплатный ғой. Просто оны 20 сурет болғанда ше, мына уже сіз 20 сурет салғанда не істеуі мүмкін, подписка ал деген сияқты болуы мүмкін. Сол кезде просто обновить еткенде қайтадан нөлден басталады. Сосын қайтадан тағы да 20 сурет саласыз. И потом қазір қарасақ, мына жерде бізде мынау қара түсте болып қойын деп тұр да, логотип қара түсте да. Енді дұрыс болмай қалды. Қазір мына суреттер тоже қара, дұрыс логотип көрінбей қалады да. Сол себепті мен қазір логотиптің түсін ақ етіп өзгертемін. Мен мышканың оң жағын басамыз, плагинс дегенге барамыз, потом manage плагинс дегенге барамыз. Егер бізде cover overlay деген жоқ болса ше, мысалы manage плагинс дегенге барам, cover overlay деген басам. Міне, осы шығады. Осының үстінен басам. Енді біз қандай түс етіп жасағымыз келіп тұр. Мен қазір ақ түс еткім келіп тұр. Ақ түс таңдаймыз, мына жақтан ше, мынаны басып ақ түсті таңдаймыз, сосын colorize деген көк кнопканы басамыз. Міне, ақ болып кетті. Енді осыны қайттан жүктеп аламыз. Жүктеп алдық. Қайттан мына жаққа әкелдік та. Былайынан қойдық. Былайынан қойдық. Мына жаққа әкелдік. Жаңағы логотиптің орнына әкелдік. Енді міне логотипіміз бізде ақ түс болып өзгерді. Кейін мына текст деген жаққа барамыз. Мына текст деген басамыз. Кухни, мысалы, мен қазір дәл осындағыдай жаза берем. Бұл индивидуал
индивидиум деп жазып қоямын. И азайтамыз. Примерно осының размерін сай етіп қоямыз ғой енді. Азайта беріп. Потом қараңыз. Бізде чат GPT-дің білесіз ғой, иә? Мгм. Ойнап қойдық. Мысалы, қазір қанша? Тағы да 9 деген неге размерге әдемі келеді екен. Мысалы, чат GPT дегенге барамыз. Так. Мысалы, осы сөзді кәдімгі қазақша жаза береміз. Осы сөйлемді басқа сөздермен алмастырып берші. Бірақ мағынасы өзгермеу керек барынша деп жазып көрейік. Орысша жазылу керек деп айтамын. Маған қазақша жазып беріп тұр да, орысша жазылу керек. Мысалы міне қараңыз. Уже мен жаңа текстті қойдым. Бұл текстте уже мына текстпен бірдей емес та. Уже мына Мгм. текстпен бірдей емес. Уже бізде анау прям один в один болып қалды деген сияқты уайым болмайды бізде ше. Мгм. И болмаса сол чат GPT мысалға қарасаңыз қаншама вариант ұсынып беріп тұр да маған ше. Осылардың біреуін қоя саламыз. Сонымен медиум дегенге апарып қойдым. Потом қараңыз. Мына жерде мынадай ненің локацияны сурет тұр екен. И қарасаңыз мына жерде мен не істеймін бұл жерде, бұл кезде не істеймін? Мен просто фигмаға барам, фигманы комьюнити деген бөліміне өтемін. Осы жақтан айкон деп іздеймін, мысалы, иконка деп ше, айкон деп іздеймін. Мгм. Потом қазір негізі мына жерде иконканың біршама түрлері шығады менде ше, мына жерде иконканың. Мысалы мен қазір қайсысын, мысалы мен қазір мына icon EX дегенді басып көрейін. Осыны басам, open in Figma деген басам. Потом мен қазір мысалы мынаны баса салам, өзімдегі барлық Figma файлдар дегенді бастым. Және осы нәрсе ашылып кетеді. Осы нәрсе ашылып кетеді. И потом не hello деген жерде емес, мысалы icon библиотека деген бар да, мынау ше. Уже осы Мгм. page деген жерде осы екінші жаққа барам. И осы екінші жақтан мен жаңағы өзіме керек иконкаларды таңдап аламын. Мысалы мына жақта қарасаңыз, мына иконка пустой емес та, яғни ішінде түстері тұр. Ал мына жақта ондай емес. Міне мына бірінші жақтарында ондай емес. Like broken емес менде ше. Мысалы міне fillet деген ішінде уже не бар деген сөз ғой. Қазір мысалы міне былай түсіндірейінші. Міне мынадай фигура тұр, иә. Бұл фигурада fill деген жер бар, иә. Fill деген жерге апарсақ ішінде уже түс бар деген сөз. Бізде де мына иконканың уже ішінде түс бар, иә. Мгм. Иә. Сол себепті біз осы fillet деген жерді таңдаймыз. И осы жерден біз тауып аламыз жаңағы иконкаларды. Жаңағы ненің осы не дейтін локацияның иконкасы сияқты жерді таңдап аламыз. Мысалы міне флагты қойып қойсақ болады деген сияқты ғой. Флаг емес енді там сондай болған жақсы болушы еді негізі жаңағыдай ше. Так. Болмаса мына ненің үйдің иконкасын главный деген сәтше осыны қойсақ болады. Болмаса міне мынадай суретті қойсақ болады. Мынау да бір карта сияқты мағына беріп тұр да. Енді варианттар көп та, осылардың біреуін қойып қоямыз. Так. И мен неге бұл жерді таңдап жатырмын? Себебі біз қазір Google'дан барып қараса алсақ ше, ол біреуінің иконкасы, біреуі несі мынадай болуы мүмкін. Мысалы міне біреу мынадай, ал екіншісі мынадай, үшіншісі
мынадай болуы мүмкін, яғни үшеуіндегі стилистика үш түрлі, иә, ол сайтымыздың мгм, болашақта әдемі болуына кедергі жасайды да. яғни сол себепті мен сол себепті көрдіңіз ба, иконканың несі бірдей болу керек. мгм. Так, қазір 1 минут. Окей, мынау бойынша түсінікті ғой, иә. Аха, түсінікті, түсінікті. Иә, жаңа мен іздеген иконка жоқ болып тұр да мына жерде ше, жаңа локациясын деген сияқты. Сол себепті біз бір ғана нәрсемен шектеліп қалмаймыз, басқа екіншісін ашып көреміз. Мысалы мынаны ашып көрейік, осы файлды ашып көрейік. Қарасаңыз, біз баяғыда, енді менің кезімде бұндай нәрсе аз болды да, қазір бәрі дайын, просто орындарына қоя салу керек қой мына жерде ше. Қазір мысалы міне болт деген жерге барыңыз, болт деген, болмаса фил деген жерге, ма білмеймін, мысалы міне фил деген жерге бардық. Осы жерден тоже асықпай іздеп отырып жаңағы локацияның мынадай телефонның суреттерін алып аламыз. Тұр ғой локацияң. Иә, міне мынау тұр, иә, мынау тұр. И енді осының суретін еще біз фигмада болған уақытта, мысалы міне қараңыз, фигмада емес па, иә, мынаның үстінен басамыз да, selection colors деген жерді басып, мына detach style деген бар. Осыны бас жібереміз. Осыны бас жіберіп, сурет, мына иконканың түсін өзгерте береміз. Мгм. Иконканың түсін өзгерте береміз. Примерно там мынадай деген сияқты. Мен енді өтірік қойып жатырмын, мынадай деген сияқты ше. Осылай өзгерте береміз. Потом қараңыз, мен мынаны жүктеп алмас бұрын, мынау қарасаңыз басқаша болып тұр. Мынау я фрейм емес, я группа емес та. Сол себепті мен үстінен Иә, басып тұрамын да, жаңағы группа создавать етуді білесіз ғой, иә, Ctrl+G ше. Ctrl G, иә, иә. Иә, соны бас жіберемін. Соны бас жіберіп, мен қазір сақтаймын қайтадан ше. Соны бас жіберемін да, мысалы fill деген жерге барып, жаңа expert деген жерге барып, SVG деген форматты таңдап, байлана сақтаймын. Енді мен жаңа тилдама барам, тилдама барып image дегенді қосам, және осы жаңағы фигмадан жүктеп әкелген SVG форматты осы жаққа әкеліп қоямын. И мынаның үстіне сай етіп қоямын да, мынаның үстіне сай етіп қоямын. Мысалы 18 размерді таңдап қояйық. Потом тоже мысалы міне мына жақтағы нені тексті просто копировать вставить ете саламын. Потом мына жақта принимаем заказ деп жазып қоямын. Мысалы менше принимаем заказы. Текст шамалы үлкендеу екен. Мысалы 10 деген сияқты қойып қояйық. 10 деген сияқты қойып қояйық. Сосын қалыңдау екен. Иә, мысалы я семиболт дегенді қойдым да, семиболт дегенді қойдым. Потом мына жақтан тоже 0,5 деп па, и жоқ, там тұра берсін, мынау бұл бойынша тұра берсін. Потом астына қоямын. Сосын мынау астында уже Атырау қаласы анау мынау көшесі деген сияқты жазып кетесіз ғой. Там Абай көшесі деген сияқты ма қой. Мгм. И потом бұныкі енді жаңағы нормал деген сияқты ма қоямын. Нормал или медиум деген сияқты. Сосын бұны 9 деген размерде қоямын. Мгм. 9 емес, бұл 10 бола берсін, давайте. И потом принимаем заказ дегенде тоже чат GPT-ға барамын да, мынаны мынаны да өзгерт деп сондай промпт қоямын. Не, уже көрдіңіз да, сіз ойланып отпайсыз, чат GPT сіз үшін ойланып береді да. Мысалы міне заказдарды орындаймыз деген сәт ше. Мына жақта бір текст, әкеліп қоямыз. И потом қазір мысалы мен қалай шығып жатқанын көру үшін қазір мысалы мынаны алып тастайын. Міне мына арттағы фотоны пока өшіре тұрамын да, мына екі фотоны әкеліп қоямын.
жаңағы бастапқы ше екі фотоны былайына әкеліп қоямын. Қосып қоямын дегенім. И мына autoscale дегенді міндетті түрде қосамын. Мына save дегенді бастым, потом сайтты шығарамын мына жаққа. Мысалы beginner деп жазып қоя салайын. Так, көрдіңіз ба? Принципе, жаңағы ұқсас шығып жатыр да, жаңағы сайтқа ше. И потом, менің айтпағым мынау ғой, сіз айтып жатсыз ғой, мен бір сайтта ұзақ отырып қалып жатырмын деп ше. Енді ұзақ отырмаудың жолы дәл осы мен көрсетіп жатқандағыдай варианттарды жасау ғой. Басқа жол жоқ меніңше ше. Басқа жол жоқ дегенде мен білмеймін, мүмкін басқа жол. Осылай жасаймын да обычно. И потом, қазір мысалы баттон дегенді қостым. Баттон дегенді қостым. 48 деген размерді қойдым. Мына жаққа примерно өлшемдерін примерно баяғынан сай етіп қойып жатырмын. Потом қарасақ, бұнда радиусы прям мына жердегідей көп емес, бұдан аздау, иә. Баяғынан өзгертіп отырамын. Мысалы міне 7 деген радиустар сай келіп қалады екен. Потом оның ішіндегі не бар? Бордюр деген бар. Негізі сол бордюрдің түсі мына түспен бірдей болып тұр ғой, примерно бәрі бір түсте болып тұр ғой, осыған ұқсастау деген сәтше. Мысалы иконканың түсі қандай болып тұр, қалған түстерді де солай етіп қоясыз ғой. Именно осы сары деген сияқты жерлерді деп қоямыз. Потом бұны тек бір деп қоямыз. Баяғынан 5-6 деген сияқты қатты керек емес, бір деп қоямыз. Сосын не істейміз? Сосын біз артындағы background color'ны алып тастаймыз. Сосын әрі қарай, мысалы міне қазір тилдада не нәрсе шықты? Тилдада мына иконка қосу деген шықты. Мысалы сервер икон деген бастық. И осы жерден жаңа телефонный звонок. Мысалы call деп білсек көрейік. Онша емес екен, негізі нашар екен. Ладно, бұл жақтан қосып қоямыз. Ана жақтан әкеліп қоя саламыз. 7 вольт емес, medium деп қойдық. И мына жақта не деп тұр? Замерщика деп тұр. Осылай жазып қоямын. Замерщика. И мына жаққа апарып қоя салсақ болады. Болмаса мына нәрселерді соңынан істесеңіз болады. Мысалы бір блоктың тексттерін один в один етіп қойдыңыз да, уже содан кейін не істеп қоясыз ғой, жаңағы өзгертіп деген сәтше, сол бір блоктың тексттерін мынаны да. Или там осылай тұра берсе де болады негізі. И бұныкі енді 12 ма қанша? 12 деп қоя тұрайық пока. И әрі қарай мына телефон, иә, телефонның несі тұр. И енді біз мына жақта мысалы мына телефонды тоже жаңағы selection color деген жерден алып тастаймыз да, телефонды әкеліп қоямыз. Потом мына жақтан PNG емес, SVG деп қоямыз. SVG деп қоямыз да, мына жаққа жүктеп әкеліп. Қараңыз, жүктеп әкелгенде менде папка болып кетті. Папка болып кетті. Потом соның ішінде ғана тұрды. Мен сол себепті бірден группа етіп жазып етемін. Группа етіп жазғанда бірден SVG ғана барып тұрады да, мына жерге ше енді. Мен мысалы нені қостым, жаңағы суретті қойдым, мына иконканы қойдым, да. И қарасаңыз, мына иконка басқаша тұр, иә, басқа жағында тұр. Зато біз осылай өзгертіп қоя берсек болады. Именно біз осы жағынан қоя саламыз да. Именно дәл мынадағыдай болу міндетті емес қой енді бізге. Шамалы өзгеше болу керек. И қарасаңыз, мына текст шамалы әрірек тұрса жақсы болушы еді да. Мысалы мына текст ше, өйткені мына жерде бос ауа көп қалып қойып тұр, иә. И бұл жерде бос ауа көп қалып қойып тұр. Сол сәтте біз
Не, невидимый пробел деп іздейміз. Сол кезде бізде көптеген сайттар шығады. Көптеген сайттар шығады. Сол бір сайтқа барамыз. Бір сайтқа барамыз да, мысалы мына скопировать дегенді басамыз. Скопировать дегенді бастық. Потом, блин, мен скопировать дегенді бастық. Потом мына жаққа заказать деген з дегеннің алдына жаңағы көрінбейтін 30 стопты қоямыз. Көрдіңіз ба? Тағы да бір 30 стоп қоямын. Көрдіңіз ба? Енді норм бола бастады, иә? Мгм. Енді примерно қалай шығып жатқанын көрейік. Потом мына суретті, мына бір суретті былайынан етіп қояйық. Мына бір шетке қойып қояйық. Потом Мына шейп, мына неден линиядан шығып кетті ғой шейп та. иә. Ол иісенбейді да, шыға берсе болады да. Мен қазір әдейі қойып жатырмын да, сол сәтте ше, қараңыз не үшін? Себебі мынау мына жерде мына сурет көрдіңіз ба? Міне мына сурет. Аха. Мына суретті position деген жеріне барып, былайынан астына түсіремін да. Астына түсіргенде сол кезде мына жақта мына хукни нәрсе полностью көрініп тұрады деген сияқты ғой, шамалы ше. Мгм. Ну болмаса жаңағыда давайте 1200 деп қоя салайық, мысалы екеуінде 1200 деп қоя салайық. Окей, енді даже қалай болатынын көре салайық. Мен білмеймін, просто қоя салдым да жаңағыдай ше. Не, уже біртіндеп сайтқа ұқсап келе жатыр былайынан қарағанда ше. И қайттан барамыз. Қайттан барамыз, мына екеуін өшіре тұрамын, потом скриншоттап әкелген суретті былайынан қоямын, былайынан әкелемін. Қарасаңыз мына жерде лого деп тұр да, и осы жер тоже пустой болып кеткен. Сол сәтте қандай шешу жолы бар? Енді мына нәрселерді былайынан мына жақтарға жақындатсақ болады да. Мына жақтарға жақындатсақ болады. Мгм. Арасын ашып па? Иә. Әйтпесе мына жерде просто мынау бекерге пустое пространство болып тұр да. Мгм. Жалпы болмаса мынау логотиптің жанына тоже бірдеңе жазып қойып па, білмеймін енді. Негізі мына нәрсе тұру керек қой. Так. Осылай жасауға береді. И потом қазір сіз түсініп тұрсыз ба? Прям один көшіру керек екенін. Иә, Қалай иә, жасап түсіндім. жатқанымды. Қазір Мгм. енді ше, қараңызшы. А, Сіз просто ше, қазір отыра аласыз ба осы сайт бойынша? Иә, отыра аламын. Иә, онда қазір осы бірінші блоктың нәрселерін ше, былайынан көшіріп не істеп көріңізші мына нәрсеге ше. Бәрін вообще бірге бір. Мына бірінші блоктікін, иә, бірінші блоктың көшіріп көріңізші. Мгм. И потом бірінші блоктың көшіріп көріңіз, сосын мен мына сайттың жаңа сілтемесін жібере саламын, айтамын сосын жаңа несін сілтемесін жібере саламын, сосын мобилді нұсқасы бойынша ше, мысалы мына мобилді нұсқасы жасалған ба, көрейінші. Неге жасау керек? Иә, міне мобилді нұсқасында да то же самый ғой. Скриншоттап әкелесіз бұны ше. Аха. Скриншоттап әкелесіз. Міне осы сайттан қарап отырып жасайсыз ғой. Мгм. И потом қараңыз. И так, там сайтты жібердім. И потом сіз осыны бірінші несін осы мобилді нұсқа ше, міне мынау керек емес, мына жердегі оставить заявку, скачать прайс-лист дегенде ше, мына жағы керек емес. Тек осы жерде тұрған нәрсені жасасаңыз болады. Енді қалған нәрсе осы нәрселер ғой. Мына жағы, мына жағы деген сияқты ше. Осы Мгм. тексттерді потом қойып шығу керек та. Сіз уже меню второго уровня дегенді жасауды білесіз, иә? Соны Иә. уже қойсаңыз, потом мына оферді ұзынырақ қойсаңыз,
мына барда да мына астындағы бөліктер мен описанияны тоже қойсаңыз, сосын мына жаққа тоже осындай бір форма қоя салсаңыз, потом мобилді нұсқасын жасайсыз, потом мобилді нұсқасын жасағаннан кейін маған айтып жібересіз, тағы да зумға шығып жібереміз да, сол бүгінге істей алсаңыз деген ғой. Я бүгін болады бітіп тұр. Иә, сол жасап болғаннан кейін маған ескертіп жіберіңіз, сол уақытта зумға шығып жібереміз да. Тағы да Все, мен хорошо. отырып разговор жасап жіберемін. Просто мен Мгм. қазір сіз түсініп тұрмын деп айтып жатсыз да, енді сол түсініп тұрған нәрсені жасап көру керексіз да. Все, все. Так, енді как кірісе бересіз ғой, иә, пока сұрақ жоқ па? Иә, тамақ ішіп сразу кірісемін. Сұрақ жоқ, сол бойынша ғой. Иә, иә, просто мына Мгм. сайт негізі маған ашығын айтқанда жаңағы сіз Behance-тан тапқан сайт маған ұнамай тұрды да. И сол сайт бірден осындай керекті осындай сайттарды жасап үйренсеңіз деген ғой прям. Мгм, Ну, мгм. сұраныста болатын сайттар енді осындай да, енді андай сайттар емес. Э, Хорошо.